Barşalarыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, балаларыңыз сүйіп жейтін печенье дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен жұмыртқа қажет. Бізге бар болғанда бір ғана жұмыртқа қажет. Енді құмшекерімізді салатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне қалдырамын. Енді бір араластырып алатын боламыз жұмыртқа мен құмшекерімізді. Содан соң ертілген сұйық сары майымызды қосамыз. Майды қатты отта емес, баяу отта ертіп алсаңыздар өте әдемі шығады. Кішкене суытып құясыздар. Барлығын осылай толықта араласып, біздің құмшекеріміз еруі қажет. Енді бөлек ыдысымызға ұн және де разрыхитель қосып, содан соң какао салатын боламыз. Кез келген какао қолдансаңыздар болады. Мен рахаттың какаосын қолдандым, өте дәмді шықты. Енді жұмыртқалы массамызға салатын боламыз. Осылай барлығын толықта араластырып шығатын боламыз. Бізде сұйық, әдемі масса шығуы қажет. Өте жұмсақ тесто шықты. Осылай домалақтап, сахарный пудраға аунатып аласыздар. Сонда өте дәмді шығады. Тесто қолға жабыспайды, өте керемет тесто. Барлығын солай жасап шығасыздар. Сахарный пудра болмаса, жай ғана өзін, немесе бетіне шоколад ертіп қойсаңыздар болады. Барлығын осылай сахарный пудраға аунатып, противенге қойып алатын боламыз. Біздің печеньелеріміз дайын. Енді пешке саламыз. Печеньелеріміз пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмді болды. Видеоны аса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.